Құрметті қазақ елі, мен қазір сіздерге көрсетіп отырған презентациямның жоғары жағында көкпенен белгіленген, бұл әлемге ашық ақпарат. Соны бассаңыздар ана көкті. Сіздер менің сөзімнің расын өтірігін тексересіздер. Сонымен әлемде жердің құны бар. Нақты кез келген заттың құны бар. Сонда қалай екен? Ұлыбританияда 1 гектар жердің құны 30.400. Канадада 4.000. Австралияда $1,600. Қырғызстанда $1,300. Нигерияда $700. Қазақстанда $400. Сонда не болдық біз? Кіммен теңеліп жатырмыз? Осыма бізге керегі Нигериядан төменбіз. Бұл жердің иесі болмай, оның құны болмай, бұның қадірін ешкім білмейміз. Өздеріңізге айтып өттім, әлемдегі мына 4 мемлекет, соның ішінде шала шарпы Қазақстан кірейін десе кіре алмай тұрды, өйткені бізде жер меншігі 0,6%. Бізден басқа жердің нарығы кімде жоқ? Тәжікстан, Конго, Белоруссия, солтүстік. Тәжікстанның барлығын жағдайын білесіздер. Өкіметке сеніп қалған, ақыр аяғында Тәжікстанда мана жерін берген алтынға, алтынның құнында мана Бадахчанбет қалай еді? Көрдіңіздер ме? Енді соның қатарында Қазақстан тұр. Келесі слайдты өтінем. Израильді бәріміз мақтаймыз. Израильді тіпті керек болса 98 жылға дейін береді екен. Нақты, шексіз, вечное пользованиеден несі кем бар? Мына жерде 25 жылға дейін түсірейік деп жатыр. Онда жетсе де екенбіз. Келесі слайд. Мына бізде бір алып қашпа сөз шығарып алып, елдің ауылында жүр, кейбір білгіштер айтып. Англияның Ұлыбританияның ханшайымы бүкіл жерді игеріп отыр дейді. Ұлыбританияның топ 50-і жердің иесі. Бірінші орман, екінші MRC, үшінші Harvard Group дейді. Елизавета ханшайымның жерінің меншігі 35-ші орында. Сондықтан ондай жалған ақпаратты тарқатып, елге ондай өтірік айтқанды доғару керек. Енді сәл-пәл шаруалардың мәселесі де аграрный налог жөнінде айтып өттіңіздер. Қайтадан да сіздерден қазақ елі осы жерде отырған міне зиялы қауым барлықтарыңыз осы комиссия мүшесі, мынаны түсінсеңіздер. Қазақтың шаруасы единый аграрный салыққа қарсы емес. Бірақ бүгінгі күндегі Мақсұт өзің айтқан единый аграрный налогтың есеп қисабы жай қарапайым шаруаға зиян болып тұр. Оныкін еселеп өсір жіберді, байдыкын төмендетіп жіберді. Мәселе сода ғана. Біз единый аграрный налогқа қарсы емес. Тіпті мен ойлаймын, мына жерде қауымдастықтың атынан, фермерлердің атынан басқаларда қолдайды. Кім жерді игермей жатыр, біз негізі ұсыныспен шыққанбыз. Салығы 20% болмасын. Кім жерді игермей жатыр, оның салығы 50 есе болсын. 20 есе емес, 50 есе. Біз шаруалар өзіміз сұнып отырмыз. Соны жер комиссиясының протоколына кіргізсеңіздер. Әйтпесе ойлайды, бұл шаруаның барлығы арам, ниеті қара, жері алады да басып отырады деп. Қазақтың шаруасы емес, ол басқалар сондай. Тағы бір ұсыныс. Мына құрметті қауым, мына жерде осы комиссияда отырған әріптестер. Байқайсыздар ма, осы біз 1,7 болды, 1,7-ден кейін бізге қоғам жағынан былайша айтқанда қысым, әлеуметтік давление өте зор. Өйткені көптеген кірмей қалған ел бар. Көптеген азаматтар, көптеген батырларымыз, көптеген қоғамдық ұйымдар. Мен енді тізімді қарап шыққан жоқпын, неге экологтар жоқ? Неге жаңағы белсенділерден басқа жоқ, не жерді қорғап жүрген біз ғана ма? Бірақ әрине, өкімет тарапынан Ералы Лұқпанұлы, мынау бекітілді, комиссия мүшесі бекітілді, 80 адам болды, мөр басылды, бекітілді. Но бірақ жұмыс топтарымыз бар ғой, соларға жаңағы басқа белсенділерді, жерді қорғау, жердің төңірегінде тақырып қараласып жүргендер. Олар бізге келіп дауыс бермей-ақ қойсын. Бізге қосылып дауыс бермей-ақ қойсын. Енді тізіміміз белгілі. Бірақ олардың да пікірін біліп, жұмыс тобында араласып, балама пікір болу керек те. Оның ішінде жер не, экология емес па? Мен бір жағы соны түсінбеймін. Жер деген нақты экологиялық сұрақ қой. Неге экологтың белсенділері жоқ? Неге жерді қорғайтын басқа қазақтар жоқ? Не, Алмасбек пен Мұхтар ғана ма екен? Басқа да жігіттер бар ғой. Сондықтан сол белсенділерді сіздер, енді ол өзіміздің ішкі, ол үшін өкіметтің рұқсаты керек жоқ шығар, өзіміз келісіп сол белсенділерді қоссақ, қатарымызда болсын, басқа пікір айтсын. Дауысқа салғанда өзіміз саламыз. Олар тек қана наблюдатель.
наблюдатель өзінің бақылап ойын айтып сол жерде хотя бы сол деңгейде бізде әртүрлі пікір болады. Тағы да бір дүние, құрметті қауым, тағы да мына жер сатылмайды дейді. Бізде негізі жер сатылып жатыр. Жер сатылып жатқанда мүмкін бір таза емес шолақ етектермен сатылып жатыр. Жер сатылып жатыр суда исполнительдермен. Жер сатылып жатыр ана ТО-ға араласып бір-біріне беріп жатыр. Но бірақ қарапайым қазақтың шаруасы ол жерде сатып жатқан жоқ. Өйткені бұл нарықта тек қана соларға ғана орын болып тұр. Сондықтан да мен мүмкін өзімнің ұстанымымды өзгертемін. Мына тараптан шынымен де жер жекеменшік болу керек, жердің иесі әрбір қазақ болу керек. Сен не ауылда бол, не қалада бол, әрбір қазақтың сол жерден үлесі болу керек. Сондықтан мына құрметті қазақ елі, ауылға барыңыздар, жерді алыңыздар, шынымен де сөзбен емес, диванда отырып емес, ана ас үйде отырып емес, жерді қорғаңыздар, сол жерді алыңыздар, сол жердің иесі болыңыздар. Алмасбектің ұстанымы әр қазақ жердің иесі болу керек, нақты құжатпенен.